Оспан Батыр бастаған Шығыс Түркістан көтерілісі туралы деректер, тарихи романдар Қазақстаннан бөлек Түркия және Ұлыбритания елінде көптеп жарыққа шыққан. Соның бірінде Оспан Батырдың жеңілу былай суреттеледі. Шығыс Түркістан қазақтарының тізе біріктіріп, жан-жақтан қыспақ қалған жауға қарсы тұрмауы қынжылтады. Үш аймақ деп аталатын қазақтар қоныс тепкен жерде керейлерден бөлек өзге рулар ұрысқа араласпаған. Сонда Оспан тым болмағанда бір жағым ашық, жаусыз болғанда Алтайдың алып тау тасын қорған етіп, жауға алдырмас едім деп өкініпті. Біз бүгінгі күнде рухани жаңғыру дейміз, немесе ұлы даланың жеті қыры дейміз. Олай болатын болса, осы даланың жаңғырмай жатқан қыры, жоғалтып біздің таба алмай жатқан бекзадалығымыз ұлт рухындағы асыл ерлік рух батыр бабалардан қалған бас имейтін бағзы қайсарлық түркілік ерекшелік болатын. Сол Оспанның бойында болды сол қасиеттің барлығы. Оспан Батырдан қалған жәдігерлер жоқтың қасы. Аздаған фотосуреттері болмаса, өмірінің соңғы кездегі бейнесі, негізгі құжаттар әлі құпия күйінде. Қытай мен Моңғолияның архивтерінде сақтаулы дейді зерттеушілер. Шыңжаңға барып, мысалы Үрімшіден архивтерден материалдар ала алмаймыз, Қытайлар бермейді Оспан Батыр туралы материалдарды. Айда Тайванда бар деп естідік, сол Тайванға бару жоспарда бар. Одан кейін әрине мына біздің КНБ-ның, орыстың КГБ-сының архивінде Оспан Батыр туралы материалдар болуы мүмкін. Қытай үкіметін коммунистері қолға алған соң Шыңжаң бағытына қарай қалың әскер жолға шығады. Осыны естіген қазақ жұрты Гималайды жағалап шетелге асуға шешім қабылдайды. Бұл тарихта қаралы көш деп аталады. Алайда Оспан Батырдың алты ұлы күресті жалғастыра береді. Әкелері атылып кеткен соңда қаруларын тастамай тағы бір жылдан астам ұрыс жүргізеді. Ақырында тараптар екі жақты мәмілеге келуге мәжбүр болады. Балалары қару тапсырып бағынғаннан кейін 11 тармақты келісім жасалған. Батырдың сүйегін беру, Батырмен бірге қолға түскен бүткіл ауылды сол уақыттағы үкіметтің көмегімен атамекенідеріне көшіріп апарып қайтадан қоныстандыру. Бұрынғы сол кісілер мекен еткен жерлерді сол кісілердің ата қоныстарын өздеріне беру деген сияқты енді осындай 11 түрлі келісім жасалған. Соның барлығы атқарылған. Қытай өкіметі Оспанның балаларымен жасасқан келісім шартта бұл көтерілісті ел аумағында енді қозғап, тарихи оқиға ретінде әспеттемеу туралы уәдеге қол қойдырған. Бұл туралы Оспан Ислямұлының кенже баласынан қалған немересі Өркен айтады. Оспаннан қалған тікелей ұрпақтарынан 40 түтін бар. Соның ішінде 2000 жылдары атамекенге қоныс аударған жалғыз Өркен ғана. Қалғанның барлығы арғы бетте қалған. Соңғы кездегі саяси оқиғаларға байланысты Оспанның немересі бір жылдан бері Қытайдағы туыстарынан байланыс үзілгенін айтады. Арғы бетте ол кісілер туралы шара өткізбек тұғылы, ол кісінің атын айтудың өзі үлкен қорқыныш үрей. Қазір ол тіке ол кісінің атында айта алмайтын адамдар көп. Әрине де ол көкіректі чер-чемен болып қатқан нәрсе бар. Жалпы енді ол кісінің күресінің бекер болмаған қазіргі күннің өзінде арғы беттегі ағайындардың басындағы ауыртпалық дәлелдеп отыр. Зерттеуші Сайын Борбасов Оспан Батыр туралы көлемді монография жазуға отырған. Ол үшін жазда ол Тайвань мен Моңғолияға арнайы ғылыми экспедицияға барып қайтпақшы. Ал Ер Жәнібек қоры Батырдың 120 жылдығына арналған жоспарларды түзген.